and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Сәлем бердік достар, сіздермен мен Аспан. Бүгінгі видеода біздер қызыл және де көк алманың соғын жасап, оның дәмін салыстыратын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші көк алмадан бастаймыз қазір. We'll go through the wastelands, through the highways. Достар, енді қызыл алмадан бастайтын боламыз. We'll go through the wastelands, through the highways. We'll go through the wastelands, through the highways. Достар, біздің соғымыз дайын болды. Мынау көк алманыкі және де мынау қызыл алманыкі. Бірінші көк алмадан жасалған соқтың дәмін татып көрейін. Қазір. Өте дәмді. Мықты сладкий дейміз. Орташа қалыпта алманың дәмі. Өте керемет достар. Ал енді біздер екінші қызыл алманың соғын ішіп көрейік. Қою сияқты. Қазір дәмін татқанда айтатын болам. Мынау деген енді өте сладкий. Көк алмадан қарағанда қызыл алманың соғы өте сладкий екен, және де қою. Бірақ өте дәмді. Ең мен қайсы алманың соғы жақсы екен айтатын болсам, мынау көк және қызыл алманың соғы. Маған ең қатты ұнағаны осы мына көк алманың соғы. Бүгінгі салыстыру видеосы аяқталды. Келесі видеода қандай жемістерден сок жасайын немесе салыстырайын, соны комментарийға жазып кетіңіз. Достар, видео ұнаса міндетті түрде каналға жазылып, подписаться деген мәзірді басып, каналға жазылып кетіңіздер достар. Және де лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Аспан.